Ақтауда медициналық орталықтың 85 қызметкері бір күнде жұмыссыз қалды. Ол аздай соңғы жалақыларын да алмаған. Бұған себеп әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры мен медициналық орталықтың арасындағы келісім шарт бір жақты бұзылуы. Шу шыққан емхана бір жыл бұрын жұмысын бастаған болатын. Тұрғындарды әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры арқылы тіркеп қызмет көрсетіп отырған. Келушілер де риза. Себебі кезек күттірмей ем-домын қабылдап жүрген. Алайда қуаныш ұзаққа созылмады. Жақында өтініш білдірген қала тұрғындары ақ халаттылар бізді қабылдаудан бас тартты деп шағым айтты. Мен бүгін приемға келдім, ауырып келдім. Сағат 8-де келдім, 12-де прием деді. 12-де келдім, келсем мен міне сағат 12-ден кетіп қалды. Бұл жерден біз денсаулығымызды ала аламыз ба, ала алмаймыз ба? Дұрыс заманы уақытында. Әркімнің әртүрлі бала шағасы бар деген сияқты өздерінің нандары мына жерде жеп отырған. Халықтың арқасында отыр бәрі. Ауырып келіп отыр. Енді мен приемға кірейін десем, бұл жер жабылып жатыр дейді. Енді мен қаяққа барамын бұл жерден? Түсініксіз жағдай қызметкерлерге де әсер етті. Ашылғаннан бері жұмыс істеп келе жатқан медбикелердің бірі Жеңіскүл Бектілеуова жұмыссыз қалғанын аяқ асты білген. Басшылық жұмыс орнын өз еркімен босатуын сұрапты. Ал мұндай ескерту Жеңіскүлдің барлық әріптестеріне де жеткізілген екен. 4 баланың анасымын, жолдасым Қазақстанда дейтін азғантай айлық алады, бірақ дейтін мүгедек бала асыраушымын, екінші топ. Өзім дейтін акиматтың үйінде, Оралман центрде тұрам, уақытша маған үйінде алғанша деді. Мен осы жұмысқа кірген себебім, мен дейтін очередте тұрған ана болғаннан кейін, мен үйді маған тегін ешқандай акимат бермейтін болғасын, маған пенсионы жүріп тұрсыншы, осы үйімді хотя бы 2% болса да үй алайыншы деп, мен жұмысқа кірген нем барды. Өзім аяғым ауыр, 3 ай қалып тұр, қазір декретке шығуыма. Бірақ дейтін бұл кісілер айтады маған, сен не істеп жұмысыңды іздей бер, еш жаққа барған кезде аяғың ауыр екенін айтпа дейді. Ұжым соңғы жұмыс айының жалақысын әлі күнге дейін алмаған. Емхана директорының айтуынша төлейтін қаржы жоқ екен. Басшылық әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры мен орталықтың келісім шартының үзілгені туралы хабарламаны 24 ақпан күні алғанымен қызметкерлеріне тек бірнеше күн бұрын айтқан. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан келіп түскен уведомление бойынша, хабарлама бойынша 24 ақпан күні сіздер 1 қаңтардан бастап шарт бұзылды деді. Біз январды, февральды, мартты осы күні бүгінге дейін осы халықтарға жұмыс істеп, тегін көмек көрсетіп келе жатырмыз. Бұл жерде мен өзім ойлаймын, бұл жердегі облыстық медициналық сақтандыру филиалындағы отырған бастығының жеке басымыздағы араздық. Міндетті медициналық сақтандыру қорының филиалы мен облыстық денсаулық сақтау басқармасы мәселеге қатысты жауап бермеді. Ал құқық қорғау орган өкілдерінің айтуынша медициналық орталығының жертөлесінде операциялық, таңып байлау, емшара кабинеттері жұмыс істейді. Денсаулық сақтау заңына сәйкес мұндай емдеу шаралары жертөледе жүргізілмеуі тиіс екен. Орталықта бұл кабинеттің қызметіне қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасы рұқсат берді. Енді прокурорлар тергеу жұмыстары басталғанын айтады. Адамет медициналық орталығына 11 мыңнан астам азаматтар келген. Осыған байланысты Маңғыстау облысының санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментіне және әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына заң бұзушылықтарды жою туралы ұсыныс енгізіліп, қарау нәтижелері бойынша медициналық қызметтерді сатып алу шарты бір жақты тәртіппен бұзылды. Сондай-ақ кінәлі тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тарту мәселесі қаралуда. Сонымен, прокуратура бұл іске кінәлілерді жауапкершілікке тарту мәселесін қарап жатыр. Бұдан бөлек медициналық орталыққа бұрын тіркелген 11300 азамат 1 сәуірден бастап нөмірі 2 Ақтау қалалық емханасына көшіріліпті. Ал жұмыстан босап қалған медицина қызметкерлеріне еңбек инспекциясына хабарласу ұсынылған. Руслан Мұхан, Мұқағали Нұрдәулет, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.